Сәлем баршаңызға, менің сүйікті көрермендерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше ас түрі, қазақша көкси деп аталатын тағам түрін дайындау жолымен бөліскім келеді. Ең алдымен осылай қазанымызды отқа қойып, сұйық майымызды құйып алып, қыздырып аламыз жақсылап. Одан кейін ұсақтап туралған етімізді салып, майда жақсылап қуырылғанына көз жеткізіп, жақсылап қуырып алатын боламыз. Қуырып алғаннан кейін ұсақтап туралған пиязымызды үстінен салып, тағы да пиязымыз жақсылап қуырылғанша араластыра отырып қуырып алатын боламыз. Жақсылап пиязымыз бен етімізді қуырып алғаннан кейін осындай томатный пастаны қосып, тағы да бірнеше қайтара араластырып, ұсақтап туралған сәбізімізді салып, тағы да бірнеше қайтара 4-5 минуттай араластырып отырып қуырып алатын боламыз отта. Одан кейін барып келесі кезекте ұсақтап туралған болгар бұрышы, яғни тәтті бұрышымызды салып, тағы да бірнеше қайтара жақсылап отта қуырып алатын боламыз. Одан кейін келесі кезекте ұсақтап туралған картобымызды салып, тағы да жақсылап араластырып, 4-5 минуттай жақсылап қуырып алатын боламыз. Қуырылған көкөністеріміздің үстінен көз мөлшерімен, яғни сіздің отбасыңыздағы адам санына байланысты суды құйып, жақсылап баяу отта 30-40 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің подливамыз дайын. Ас болсын, міндетті түрде описание бөліміне қалдырамын, керекті заттардың барлығын жасап көруге кеңес беремін. Және де бұл тағамда сіздер екі түрлі вариантпен ұсынсаңыздар болады. Сорпалы түрде берсеңіздер болады, немесе спагетти түрінде подливаны, яғни макаронымыздың, яғни үстінен салып берсеңіздер де өте өтімді тағамдардың бірі. Осылай суымызды дайындап аламыз, қайнатып. Одан кейін осындай базарда арнайы лапшалар сатылатын болады. Осындай ұзын лапшамызды осындай суға салып, тұз араластырып, жақсылап бір 10-15 минуттай қайнатып алатын боламыз. Осымен біздің асымыз дайын болады. Осылай лапшаларымызды салып, жақсылап суда қайнатып алыңыздар. Келесі кезекте асымыз дайын болды. Енді адамдарға ұсынудың екі тәсілмен берсеңіздер болады деп басында айта кеткендей, мен бірінші тәсілінде бұл жерде қазақша спагетти түрінде ұсынғым келіп отыр. Тарелкаға лапшамызды орналастырып, осылай подливамызды лапшамыздың үстінен құю арқылы адамдарға ұсынсаңыздар болады. Яғни ол да бір ерекше астың бір түрі болып саналады және өте дәмді болып шығады. Дәл осылай видеодағыдай ұсынсаңыздар, отбасыларыңыз қуанып қалады ерекше тағам түрімен. Келесі кезекте лапшамызды кесеге орналастыру арқылы сорпалы түрде подливаны құйып, адамдарға ұсыну үлгісін көрсетудемін. Дәл осылай міндетті түрде екі түрлі вариантпен ұсынсаңыздар, отбасыларыңызға өте ұнайтын тағамдардың бірі. Бұл тағамды мен қазақша көкси, қазақша, яғни спагетти деп атадым. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Сіздермен бірге болған Айпана, менің каналыма тіркеліп, мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар.